Мен Мұстафина Мөлдір, тәуелсіз елдің құрдасына болғаныма мақтан тұтамын. Еліміз 91 жылы тәуелсіздік азаттық алған кезінде дүниеге келгенмін. 24 жыл ішінде еліміз айтарлықтай көптеген жетістіктерге жетті. Әлем танитын мемлекеттердің қатарына енгізілді. Осының барлығы елбасымыздың арқасында. Елбасымыздың берілген тапсырмасы бойынша Қазақстан қалаларында 20 зияткерлік мектептері ашылды. Бала кезімдегі мұғалім болуды арман еткен мен осы оқу жылының басынан бастап Қостанай қаласындағы зияткерлік мектебінде қызмет атқарамын. Жалғыз менің ғана емес, осы мектепте жұмыс істейтін әріптестерімнің жауапкершілігі өте зор. Барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Баршамызға бейбітшілік, ынтымақтастық, еліміз әрқашанда биіктен көрініп жүре берсін.